Кішкентай өзеннің жағасында ауылдың шетінде Ернар есімді бала өмір сүрді. Оның жасы небәрі 5-ке толған еді, бірақ ол әлемнің кереметтерге толы екенін жақсы білетін. Ернар табиғатта серуендегенді, орманда жүгіріп, гүлдер жинағанды және аспанда қалқып жүрген бұлттарды бақылағанды жақсы көретін. Бірақ ең қатты жақсы көретіні өзеннің жағасында уақыт өткізу еді, өйткені онда әрдайым бір ерекше нәрселерді табатын. Бір жазғы таңертең күннің шапағы жерге жайылып келе жатқанда, Ернар өзінің шелек пен күрегін алып өзенге қарай беттеді. Ол күні бойы құмды жағалауда ойнап, неше түрлі нәрселер салғысы келді. Жағаға жеткен соң, Ернар құмға отырып ойланды, бүгін не істейді екен? Жан-жағында тыныштық орнаған, тек өзеннің жай ағып жатқаны және құстардың әндеткені ғана естілді. Ернар аяғының астындағы жұмсақ құмға қарап, бір кезде суреттен көрген биік мұнаралы, мықты қабырғалар мен кең көпірлері бар керемет сарайды есіне алды. Неге бір сарай салып көрмеске? Деп ойлады ол. Ойына алған соң, Ернар құмды шелекке салып, алғашқы мұнараларды жасай бастады. Алғашында жұмыс баяу жүрді, құм құлап, мұнаралар ұстатпай, орлар тез толып қалды. Бірақ Ернар мойымады. Ол әр түрлі тәсілдерді байқап көріп, ақыры құмды сәл сулап, жақсырақ жабыстыруға болатынын түсінді. Уақыт өте келе, Ернардың алдында нағыз сарайдың көрінісі пайда болды. Мұнаралар биіктей түсті, қабырғалары қалыңдай түсті. Ол кішкентай терезелер мен есіктер жасап, содан кейін ордың үстіне көпір орнатты. Жұмыс ауыр болды, бірақ өте қызықты, және Ернар әр сағат сайын шығармашылыққа терең бойлады. Күн біртіндеп көтеріліп, биіктей түскенде, Ернардың қасына ауылдас көршісі Айгерім келді. Ол Ернардың сарай салуға ынта-жігерін көріп, таңдана тоқтап, тамсана қарады. Ернар, сен қандай өнерлісің? Деп таңданды Айгерім, саған көмектессем бола ма? Ернар қуана келісті, және олар бірге жұмысын жалғастырды. Сарай барған сайын әдемілене түсті. Айгерім мұнаралардың түбіне жақын жерден кішкентай жарқыраған тастар мен қабыршақтардан гүлзарлар жасауды ұсынды. Ернар қабырғаларды безендіруге кірісіп, таяқпен өрнектер ойып шығара бастады. Көп ұзамай сарай нағыз ертегі патшалығына айналды. Айгерім сарай үшін жақын жерден табылған саздан кішкентай тұрғындар жасауды ұсынды, және олар қуана-қуана іске кірісті. Саздан жасалған адамдар өте сүйкімді және көңілді болды. Ал Ернар оларды қарап, олардың осы сарайда тұрып, тойлар өткізіп, көрінбейтін қобжықтардан өздерін қорғап жатқанын елестетті. Ернар мен Айгерім осы сәтте соншалықты қиялға берілгені сонша, кештің келгенін байқамай қалды. Күн батқан кезде, олар шаршаған күйде, бірақ өте қанағаттанған күйде жағада отырып, туындыларын тамашалады. Сарай өте керемет болды, оның әр бұрышы қиял мен ықыласпен толтырылған. Ернар, сен бұл сарайды салып шығаратыныңды білмеген шығарсың. Деп ақырын Айгерім үлкен көк көздерімен оған қарап айтты. Иә деп күлді Ернар, бірақ қазір мен білемін, қиял мен бәрін жасауға болады екен. Олар ұзақ уақыт бойы сарайға қарап, келесі жолы қандай ғимараттар жасайтынын талқылап отырды. Айгерім көпірлер мен алаңдары бар бүтін бір қала жасауды ұсынды, ал Ернар қаланың ішінде патша мен патшайымға арналған сарай болуы керек деп қосты. Үйлеріне қайтатын уақыт келгенде, Ернар сарайға тағы бір көз тастады. Ол ертеңгі күні өзен оның туындысын шайып кетуі мүмкін екенін білді, бірақ бұл оны қорқытпады. Өйткені әр жаңа таңмен бірге жаңа идеялар мен қиялдар пайда болады, және әрдайым жаңа сарайларды, жаңа оқиғаларды, жаңа шытырман оқиғаларды жасауға мүмкіндік бар. Осылайша, Ернар шығармашылықта ең бастысы тек нәтиже ғана емес, сонымен қатар процестің өзі екендігін түсінді. Күн өткен сайын оның күшіне деген сенімі артып, қиял мен еңбектің арқасында керемет және әдемі нәрселер жасауға болатынын білді. Сол сәттегі қуаныш оның өмір бойы есінде қалды.